Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін өте әдемі, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығатын духовкада пісетін пирожкиларды дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Алдымен жылы суымызға 1 шай қасық қант, 2 шай қасық ашытқы салып, жақсылап араластырып, бөлме температурасында бетін жауып, бетіне шапка пайда болғанша қалдыратын боламыз. Ендігі кезекте жылы сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Тұз қосамыз, сұйық май және де 2 жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін қосып араластырамыз. Осындай қоймалжы масса болған кезде алдын ала қойып қойған апарамызды құятын боламыз. Міне осындай шапка пайда болады міндетті түрде. Толық құрамын описанияға қалдырып кететін боламын. Апара қоятын суымыз қатты ыстық, қатты салқын болмау керек. Көтерілмей қалуы мүмкін. Ал екі жағдайда да дұрыс жасасаңыздар, онда ашытқыларыңыз дұрыс емес болса көтерілмей қалады. Ұнымызды салып, осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Бұл қамыр негізінде әмбебап қамыр болып табылады. Қантты көбірек қосып, булочки пісіріп жіберсеңіз де болады. Себет нан, сәукеле нан пісірсеңіз де, батон пісірсеңіз де, өте әмбебап қамырлардың бірі. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Салмасына картоп және асқабақ пияздарды осылай майдалап турап алдым. Енді осыларды сковородкада қуырып алатын боламыз. Пиязымызды қуырып, асқабақты салып араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, бетін жауып бұқтырып қоятын боламын. Су қоспаймыз. Картошканы да дәл осылай қуырамыз да, бірақ кішкене су құйып жіберіп, бетін жауып бұқтырып алатын боламыз. Міне нанымыз осылай болып көтеріледі. Енді осы қамырларымызды кішірек бөліктерге көз мөлшерімен бөліп аламын. Егер сіздер заказға жасайтын болсаңыздар, бірдей бөліктерге таразының көмегімен грамдап бөліп алсаңыздар болады. Барлығын осылай күлшелеп шығатын боламыз. Қолымыздың көмегімен кішкентай етіп. Салмалары да міне менде асқабақ және картошкаларды өстіріп, қуырып дайындап алдым. Енді күлшелерімізді жайып, қатты жұқалап жіберуге болмайды. Ортасына салмасын салып, жақсылап бекітеміз, түйеміз. Асқабақ сулы болғандықтан жақсылап ашылып кетпеу үшін жақсылап осылай бекіту керек болады. Екінші шетінен, екінші жағынан осындай әдемілік үшін осылай түйіп шықтым. Салмасына картошка салатындығына олай түймейтін боламын. 180 градус пешке қыздырып қоямыз алдын ала. Міне осылай барлығын дайындап алып, үстілеріне жұмыртқа жағып шығамыз. Салмасына асқабақ салатындардікіне осылай күнжіт сеуіп шықтым. 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут аралығында пісіріп алдым. Міне дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі, жұп-жұмсақ болып шығады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбота.